Алғашқы рет көргенде жаным, жүрегімнің бөлігі екеніңді бірден білдім. Қасыңа баруға батылым бармай. Плов ба? Иә, палау. Палау. Ал, шаршап келді ғой жеңген подушка. Нәрі? Шаршап келдім. Хан. Хан? Ал, жібек келініміз бізге күшті ет асып қойған. Міне Катюна күтіп алды, заңғар ас болсын. Ет жемедім деп атсың, мінеки. Біздің арқамызда, Гүлген екеуміздің арқамызда. Ораза өтіп бір түрлі ма бетте тамақ шоқан? Тез өтіп кетті негізі. Әкенің ең жақсы көретін тамағы, папа, таныстырып кетсеңіз өзіңіз. Бұл негізі жібек өте дұрыс жасапсың. Нан тұздық деген негізі заңғар. Өте тойымды тамақ. Екіншіден, нан ысырап болмайды. Қатқан нанды қазіргі көпшілік кісілер енді Аллаға шүкір тоқшылықтың арқасы шығар. Сырттағы мусорға апарып тастайды. Ысырап болмау үшін, егер нан көгермесе, осылай нан тұздықты жеген өте тиімді. Қуанып кетті ғой. Тамақты мен әкесінде өсетін мен, қуанатын мен. Шапалау қырып. Қараш. Жиектің тәтті өп тұрғанын қараш. Сыр олайын. Жаным көзесі. Айыстар.